Жастарға арналған 2,5% кредит негізгі шарттары белгілі болды. Несие 5-7 жылға беріледі. Ең жоғарғы сомасы 5 миллион теңге. Ашық НК порталында жарияланған кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесу жөніндегі шараларды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларының жаңа нұсқасының жобасы жарияланды. Ереже жастар кәсіпкерлігін дамытуға арналған микрокредит беру тәртібімен толықтырылған. Жастарға арналған жаңа кредит аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы беріледі. Негізгі шарттары: микрокредит мерзімі 5 жылға дейін, мал шаруашылығы саласындағы жобалар үшін 7 жылға дейін. Микрокредиттің ең жоғарғы сомасы 5 миллион теңгеге дейін. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2,5%-дан аспайды. Микрокредит кепілмен қамтамасыз етілуі шарт. Несие алушыларға микрокредит беру мерзімі ұзақтығының 1/3-нен аспайтын мерзімге жеңілдікті кезең беріледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірленген құжат жобасы 2 желтоқсанға дейін қоғам талқысына ұсынылған. Несие беру халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органдар арқылы жүзеге асырылады. Кредит алатын уақытта үміткерлердің жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі 5 жылдан аспаған болуы шарт. Сондай-ақ жобада микрокредит беру үшін үміткердің жасы құжаттарды тапсыру сәтінде ескерілетін жазылған, алайда оның тәртібі айқындалмаған. Бизнес жобаларды іріктеу жөніндегі конкурстық комиссиясының отырысы айына ең кемі 1 рет өткізіледі.